Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Негізінде тәңірші, бірдемеші дегендердің барлығы кәпір діннен шыққан олар. Олар егер бұрын мұсылман болған болса, олар мұртат болады. Оларға ашық айту керек та, өлгенде жаназа намаз шықпау керек, олармен садақаларына, дастархандарына шақырмау керек, олармен дастархандас болмау керек, оларға қыз беріп, қыз алмау керек. Шариғаттың талабын айту керек та тәңірші. Ол муфтияттың міндеті, имамдар ашық айтып, халықтың көзін ашу керек та. Енді олар барлығы дінге, ислам дініне қарсы саясаттың, күштердің, биліктегілердің ісі болуы мүмкін да. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ